Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 133-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 102 көбейтілген 3, 306 бөлінген 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Өсімдіктердің тіршілігіндегі судың маңызы. Бірінші тапсырма. Гүлдерді топтап жина. Бірінші гүл шаққа 7 жүздігі бар сан жазылған гүлдерді топтастыр. Екіншісіне 40 ондығы бар сан жазылған гүлдерді жина. Бірінші 7 жүздігі бар сан жазылған гүлдерді топтастырайық. Олар 78, 708, 780 және 700. Ал енді 43 ондығы бар сан жазылған гүлдерді жинаймыз. Олар 430, 43, 433, 438 және 343. Екінші тапсырма көбейтудің баған түрінде орындалуына қара. Жазамыз. Бірінші көбейткіш 102, бірліктердің астында екінші көбейткіш 3. Бірліктерді көбейтеміз. 2 көбейту 3-тен 6. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 0 көбейтілген 3 тең болады 0. 0-ді ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтеміз. 1 көбейтілген 3-тен 3. 3-ті жүздіктердің астына жазамыз. Жауабын оқимыз. Жауабы 306. Енді бөлудің баған түрінде орындалуына қараймыз. Жазамыз. Бөлінгіш 306, бөлгіш 3. Бірінші толымсыз бөлінгіш 300-дік. Бөліндіде 3 цифр, яғни жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз. 3 бөлінген 3-тен 1, 1-ді бөліндіге жазамыз. Ондықтарды бөлеміз. 0 бөлінген 3-тен болады 0, 0-ді бөліндіге жазамын. Бірліктерді бөлеміз. 6 бөлінген 3-тен 2, 2-ні бөліндіге жазамыз. Жауабын оқимыз. Жауабы 102. Балалар, назар аударайық. 0-ді кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 шығатындықтан қысқаша жазуға болады. Үшінші тапсырма. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Мен сендерге баған түрінде жазбадым, себебі сендер білесіңдер. Мен сендерге тек жауаптарын және де тексеруін жазып бердім. Төртінші тапсырма. Есептерді шығар. Асы. 1 килограмм күріш өсіру үшін 7 тонна су жұмсалады. 100 килограмм күріш өсіру үшін неше тонна су қажет? Шешуі 100 көбейтілген 7 тең болады 700 тонна. Әсі. 100 грамм бидай өсіру үшін 120 литр су жұмсалады. Ал одан 5 есе артық бидай өсіру үшін неше литр су қажет? Шешу 120 көбейтілген 5 тең болады 600. Бысы. 3 килограмм картоп өсіру үшін 900 литр су жұмсалады. 1 килограмм картоп өсіру үшін неше литр су қажет? Шешуі 900 бөлінген 3 тең болады 300. Бесінші тапсырманы осылай шығарасыңдар. 6-шы тапсырма. Берілген шеңбердің радиусы 3 еді. Бізеріне радиусы осы шеңбердің радиусынан 2 есе, 3 есе ұзын болатын шеңберлерді центрі 1 нүктеде болатындай етіп сал. Бұл шеңберлерді қалай атайды? Есіне түсір. Мен дәптеріне өлшеп көрдім. Менде бұл шеңбердің радиусы 1 см шықты. Ал енді 2 есе ұзын болғанда оның радиусы 2 көбейтілген 1 тең болады 2 см. Ал 3 есе ұзын болғанда оның радиусы 3 көбейтілген 1 тең 3 см. Бұл шеңбер центрлес шеңбер деп аталады. 7-ші тапсырма. Есепті шығару үшін саған мәліметтердің қайсысы қажет болатынын анықта, оларды шығар. Асы. Бақты 20 түп шырша, 102 түп жай бөртегүл және одан 2 есе артық барса бөртегүлінің бұталары өсіп тұр. Бақта барлығы неше түп бөртегүл өсіп тұр? Шешу 102 көбейтілген 2 тең 204, 102 қосылған 204 тең 306. Әсі. Аптаның басында 50 түп ақгүл, 202 түп бөртегүл гүлдеді. Ал аптаның соңында одан 2 есе кем түп бөртегүл гүлдеді. Бақта барлығы неше түп бөртегүл гүлдеді? Шешу 202 бөлінген 2 тең 101, 202 қосылған 101 тең 303. 8-ші тапсырма. Алия мен Сырым өрнектерінің мәні тапты. Алия өрнектерінің мәні 974 және 644-ке тең болатынын анықтады. Сырым өрнектерінің мәні 976 мен 642-ке тең болатынын анықтады. Кім қай өрнекті дұрыс есептеді? Бірінші өрнекті Алия дұрыс есептеді, ал екіншіні Сырым.
9-шы тапсырма баған түрінде жазып, оларды есепте. Мен сендерге баған түрінде емес, осылай жазып бердім. Бірақ жауаптары мен тексеруі бар. 10-шы тапсырма вагондар өрнектерді дәптеріне баған түрінде жаз. 5-8-2 цифрларынан ең кіші және ең үлкен үштанбалы сан құрастыр, олардың айырмасын тап. Алынған өрнектердің мәнін пайдаланып, ең үлкен және ең кіші үштанбалы сандар құрастыр, олардың айырмасын тап. Есептеуді 3 рет қайтала. Бізде 5, 2, 3, 8 сандарынан 258, 885, 528, 582, 825, 852 деген сандар шығады. Ең үлкен сан ол 852, ал ең кіші саны 258. Оларды азайтсақ 594 шығады. Енді осы есептеуді тағы 2 рет қайталаңдар. Тек қана басқа сандармен 5, 9, 4 сандармен қайталайсыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.